Армысыз көрермен, сіздер Азат алаң бағдарламасын көріп отырсыздар. Менің атым Жания Әбдібек. Хабарымыздың бүгінгі мейманы Токио 2020 жазғы Олимпиада ойындарының бокстан қола медаль жүлдегері. Бокстан Қазақстан құрама командасының капитаны Қамшыбек Қоңқабаев. Қамшыбек, қайырлы күн, қалыңыз қалай? Қайырлы күн, Аллаға шүкір, барлығы жақсы, рахмет. Елге келіп, көңіліңіз орнына түсіп, демалып үлгердіңіз бе? Аллаға шүкір, елге келіп, жақындарымызды көріп, көзайым болды. Енді алғашқы сұрағым, Токио 2020 Олимпиадасының шаршы алаңында көрсеткен өнеріңізге өзіңіз қандай баға бересіз? Көңіліңізден шықты ма? Қола медальді қанағат тұттыңыз ба? Әрине, бұған дейін берген сұхбаттарым бар ғой, мен осы аса ауыр салмақта Олимпиада, әлем чемпионы болсам деп, Қазақстан тарихын жаңартсам деген сондай бір өзім жеке мақсатым, арманым болды. Сондай ниеттен бардым, жеке өз басым. Президентіміздің қолымыздан ту алдым, соны абыроймен, алтын медальмен қайттан алып келсем деген сондай бір жауапкершілік болды, бір жаңа мотивация болды, сондай бір мақсат болды. Бәрі біз ойлағандай бола бермейді. Алланың осы бұйыртып тұрғаны бізге маған қола медаль екен. Әрине, тәубе деймін. Шүкіршілік етесің, бұған жетпеген бар, аман есен барып, осы медальмен қайтқан, бұған да шүкір деймін. Бірақ әрине, әттеген ай деген бар ішінде, алтын алсам, әнұранын шырқатсам деген Арман болды. Арман болды, әрине. Не жетпеді сіздің жеңіске жетуіңізге, қарсыласыңыз Торресті жеңуіңізге не кедергі болды? Не жетпеді болғанда, былайша сәттілік бақ жетіспеді деп айтамын, бақ өйтіп айтайын десем, енді құдайдан қорқасың, өйткені жүлделі орынға да ілініп тұрсың. Тактикадан шамалы ол жерде не кетті енді. Өйткені бірінші раунд, мен өздеріңіз көрдіңіздер, бірінші раундты басымдық сізде болды. Басымдық менде болды, бірақ раундты Торреске берді. Сондықтан енді бір бас емес, енді екі бас жоғары ұрмасам, ол жерде бермейтіні айдан анық болды. Сондықтан қателік болды, бірақ енді одан басқа білмеймін, басқа қалай болатын ол жерде. Енді тактиканы өзгертпесең тоже болмайды. Дәл солай жұмыс істей берсем, раунд ары қарай кете берсе, бір нәрсе өзгертпедім деп өз-өзім жейтін бедім. Сондай бір. Сондықтан қолымда барымды жасадым деп ойлаймын, барым салым деп. Сіздің жекпе-жегіңізге ресейлік бір блогердің берген бағасын қарап шықтым YouTube-тан. Сонда айтады, жаңа өзіңіз айтып өткендей, бірінші раундта басымдық сізде болды. Сіз алыстан соққыладыңыз. Екінші раундта тактиканы қалай өзгерттіңіз? Мүмкін солай жасау керек пе, жалғастыра беру керек пе, меніңше, бірақ енді бірінші нөмір болып шамалы жасап көрейін дедім, енді қалай болатын. Бірақ екінші раундтың басында оны тәлтіректеттім ғой мен, бірақ жаңағындай добивать етіп үлгермей қалдым негізі. Сол жерде бар, бірақ енді ол да жаман емес негізі тактикам, бірақ өзімнің бірінші раундтағы тактикамен жұмыс істей беру керек деп ойлаймын. Төреші үшінші раундта сіздің мұрныңыз сынып кеткеннен кейін ойынды тоқтатты. Төрешінің осы шешімімен келісесіз бе? Егер мысалы ойынды тоқтатпағанда ары қарай жалғастыра алар ма едіңіз? Әрине, ойынды ары қарай жалғастыра. Мен үшінші раундта жаңағы бірінші раундтың тактикасымен солай бастап келе жатқан тұғым, алыстан соққы жасап. Солай болу керек болып тұрған шығар енді. Ол жерде көріп отырсыздар ғой, өте қатты жыртылып кеткен. Ол жерде судьялар енді бірінші спортшының денсаулығына қарайды. Оларға ең бастысы сол. Сондықтан төрешілердің шешімі, ол төрешінің шешімі, оған біз ешқандай нәрсе айта алмаймыз. Біз спортшымыз, рингтің ішіндеміз. Ричард Торрес қандай қарсылас болды сіз үшін? Мысалы, қандай осал тұсы бар еді оның, немесе мықты жағы қандай? Алдын ала зерттедіңіз бе қарсыласыңызды? Әрине, өзім жеке бапкерім бар, ұлттық құрама бапкерлерімен зерттедік. Мықты боксшылардың бірі негізі. Пан-Америка ойындарының чемпионы. Енді Олимпиада болғаннан кейін ол жерде оңай қарсылас болмайды. Мен жаңа айтып отырмын ғой, әлем чемпионаты, Азия чемпионаттарына бардым, қатыстым, көрдім. Вроде қарап отырсаңыз сол қарсыластар
бірақ олимпиадаға келген кезде аналардың көздері бәрі енді жанып тұрады. Ана жерде рингте өліп кетуге дайын. Ана жерде сонысымен ерекше. Ана жерде аурасы өте басқаша. Сондықтан қолынан келгенде келмегенде жасайды ана жерде. Сондықтан кейбір қарсыластан күтпей қаласың. Сондықтан барлығын дайын болу керек. Торрес өте мықты боксшылардың бірі. Солақай, жаңағындай несі айтып жатсыз ғой, мықты жақтары өте шаршамайды, темповик деген сияқты темпті өте көтере беретін, өте көп соққы дарытатын, сондай бір функциональный мықты, физически де өте мықты бір спортшылардың бірі. Сондықтан, бірақ мен оны енді ұтам деп ойладым, сөздің шыны керек. Өте тактикамда дұрыс болды. Солай болып қалды енді жаңа екінші раунд, бірінші раундты бермегеннен кейін психологически де дайын болдым, бірақ по-любому бойды өзгерту керек болды бұл жерде. Мен шамалы алға істеп, басқаша өнер көрсетпесем, тура солай бола берсе, американскқа кетіп қалама. Екінші раунд кетіп қалса болды ғой. Сондықтан екінші раундты бастап жасадым, бәрі дұрыс болып жатты. Бір тәлтіректетіп үлгердім, бірақ добивать етіп үлгермедім. Сондықтан енді маған предупреждение беріп жүрді, ол да психологически шамалы влиять етті маған. Неге предупреждение берді деген сияқты. Яғни сол ескертуден кейін сынып кеттіңіз? Сынған жоқпын, мен өз жерде сыну деген жоқ. Бізде рингке шықтың ба? Осы енді мен новичок емеспін ғой, Аллаға шүкір, талай үлкен жарыстарды көргеннен кейін. Ол сынғанда емес, мәселе бір психологически бір шегіндіңіз? Жоқ, шегінген жоқ, бір не болды да енді жаңағындай бір қысым деген сияқты жаңағындай. Неге өйтіп жатыр деген сияқты сондай бір ой болды. Әрине. Бірақ үшінші раунд жиналып жасап аттым, бірақ жарақат алып қалуыма байланысты ары қарай жалғастырмай қалды. Үшінші раунд басқаша болар ма еді? Может, бір соққы шешіп кетер ме еді деген сияқты. Не де болса, Торреске бұйырып тұр екен осы жеңіс. Сондықтан үйткенде бүйту керек еді деп те айтуға болмайды, негізі күпірлік жасауға. Тек шүкіршілік етемін. Тәуба. Олимпиадаға кетердің алдындағы күндерді еске алсақ, сізде мынадай сезім болды ма? Міне, мен олимпиадаға сақадай саймын, дайынмын, қазір кез келген қарсыластың мұрнын бұзуға дайынмын деген секілді сізде сондай сезім болды ма? Болды. Олимпиада екі әлем чемпионатына күміс алдым. Құдай қаласа осы олимпиадада осы алған күмістерім барлығын алтын аламын деп, сондай бір ниетпен бардым, дайынмын деп. Бірақ үміт ақталмады. Қандай сезімде болдыңыз? Білмеймін, ол сезімді айту қиын енді. Қап дегендей болды ғой енді ішімде. Олимпиада чемпионы болмадым, Қазақстан тарихын жаңартамадым деп ішімде болды. Бірақ қанша дегенмен айналып келіп, тәуба дейсің, шүкір дейсің. Онымен тоқтап қалмайды өмір. Алда үлкен жарыстар бар әлі. Кім білет, Парижге де барып қалар мүмкін, Парижде орындар барманды деген сияқты. Бір Алла білет. Осы амбицияны Парижде жүзеге асырамын дейсіз ғой? Ол да мүмкін. Айтып отырмын ғой, біршама уақыт демаламын, оның қазір менеджерлерім бар, папкелеріміз бар, барлығын ақылдасып отырып, шешілетін шаруа. Қазақ боксының тарихында 69 келі деген аңыз бар, иә? Осы уақытқа дейін 69 келіде жұдырықтасқан көп боксшылар алтын медаль алып жатты. Биыл 69 келіде кім шықты және ол неге жеңіске жете алмады деп ойлайсыз? Біз 69 келіде енді қазақтың салмағы деп біз енді қазақтар өздері былай шығарып алған ғой. 69 келіде жұдырықтасқан Абылайхан Жүсіпов деген бауырымыз жасөспірімдер, жастар арасында әлем чемпионы, олимпиада чемпионы мысалы. Қос әлем чемпионатының қола жүлдегері, өте тәжірибелі боксшылардың бірі Рио олимпиадасына қатысқан. Өз жерде мен Абылайханды жеңілді деп айта алмаймын. Онымен шыққан жаңа америкалық боксшы да, ол да өте тәжірибелі. Американский стильдерді білесіздер, өте бір ыңғайсыз келген. Абылайхан негізі жеңді деп ойлаймын жекпе-жекте. Бірақ төрешілер солай шешті, бір бұйырмады Абылайханға. Айтпесем, Абылайхан ұзаққа шабатын мүмкін чемпион болар ма еді сол жекпе-жекте өткеннен кейін деп ойлаймын. Жалпы енді біткен іске сыншы көп дейміз. Алдында Бақтияр Артаев ағамыз айтып отыр, Қазақстанда 19 миллион спорт бойынша төреші бар деп, төрес спорт сыншысы бар деп.
Қазақстанның спорт туралы өте көп сын пікірлер айтылып жатыр, иә. Спортта дағдарыс болып жатыр, спорт саясиланып кеткендіктен ақша жымқырылып априори спортшыларға жетпей қалды деген секілді де сындар айтылып жатыр. Осы сындармен келісесіз бе? Жалпы сіздің дайындығыңыз кезінде ресурстардың бәрі жеткілікті болды ма? Ол жағынан ешқандай бізде жаңағыдай претензия дейді ғой, ешқандай жоқ. Барлығы жетті, бүкіл жарыстарға барып жатырық. Америкасы болсын, Кубасы болсын, ол жағынан бүкіл жағдайлар жасалған. Осындай жаңа біздің ұлттық олимпиада комитетіне, Қазақстан бокс федерациясына алғысымды білдіремін ол жағынан. Бүкіл условия жасалған. Бірақ жаңағы сын жайында әрине сынайды бізді. Сынды оны дұрыс қабылдай білу керек. Өйткені басқа спортты қайдам, бокстан барлығы алтын күтті. Ол сыншыларды кінәлайтын, ренжитін ешқандай ретіміз жоқ. Біз жылда алып жүрген, олимпиада сайын алып жүрген алтында біз осы жолы ала алмадық. Оның барлығы енді әрбір нәрсенің қайыры болады дейді ғой. Қайырлысы болсын деп тілейміз. Негізі бұл да бір өзгеріске, бір жақсы жағына алып келетін шығар мүмкін. Бірақ алтын бермегенімізге әрине біз шамалы өкінеміз, жаңағыдай елімізге алтын сыйламағанға бокстан. Жаңа сыни пікірлерге қайта оралсақ, мынандай пікір естідім, сіз келісесіз бе, келіспейсіз бе білмеймін. Бізде жасөспірімдер арасында спорт жақсы дамымаған, жолға қойылмаған. Сондықтан бізде келесі олимпиадада спорт алтындың болуы, чемпионның болуы не ғайбыл деген секілді сыни пікірлер айтылып жатыр. Осыған не дейсіз? Оған келіспеймін. Неге десеңіз, әлем чемпиондары бар емес, жоқ емес, бар бізде. Жастар арасында олимпиада чемпиондары шығып жатыр. Неге біз ондай жастар мен жасөспірімдерді жаңағыдай нашар деп айтады? Білмеймін, әртүрлі сыншылар болады ғой. Бірақ небір кісілер бар ғой, енді ойына келген жазатын. Мұрнына тердің иісі бармаған, қанның иісі бармаған. Сондықтан мен бұл оймен келіспеймін. Бізде қазақ боксында жастар болсын, жасөспірімдер, ересектер арасында мықты болған, мықты болады, Құдай қаласа. Ешқашан тоқтамайды. Өйткені біз қазақтың қанымызда бар. Осындай бокс, темір көтеру, күрес дегенге біз өзіміз қанымызда бар сияқты. Сондай қанымызда бар біздің. Жақынбыз соған бір таман. Иә. Сондықтан бізде ешқашан бокс өлмейді. Құдай қаласа, бұл бір сыни сәттен бұдан біз екі есе Құдай қаласа бір мықты болып оралатынымызға мен ешқандай күмәнім жоқ. Бір сондай бір кездері болады. Бахтияр ағамыз да айтып өтті ғой интервьюында, Кубинста мысалы алтын алмаған. Мысалы олимпиада бар ғой, 2008-де ешқандай алтын алған жоқ. Қарап одан кейінгі олимпиадаларда, мысалы одан кейінгі олимпиадаларда мысалы қандай кубинстер. Сол сияқты бізге берген бір сын деп ойлаймын. Құдай қаласа сынды дұрыс қабылдап, дұрыс осы қателікке жұмыс жасап, бұдан екі есе мықты оралатынымызға біз ешқандай күмәнім жоқ, Құдай қаласа. Осы олимпиададан біз қандай сабақ алып, келесі олимпиадада соны қайталамауымыз керек? Оны маған қойылатын сұрақ емес. Оны негізі бапкерлеріміз, жаңағы Бахтияр ағаларымыз барлығы басшылықта отқан кісілері, сол кісілер өздері шешім қабылдайды, бұйырса әр жарысқа, әр циклға, әр үлкен старттарға дайындайды ғой, мысалы. Осылай деген сияқты. Значит, дайындықты өзгерте ма, әлде білмеймін ғой, нені өзгертетін. Ол кісілер шешімді сол кісілер қабылдайды. Біз спортшылармыз, біздің жұмысымыз тек қана рингке кіріп, жеңіп шығып, ел абыройын асқақтату. Ал қалған сұрақтарды басқа кісілерге қояды. Бұл сұрақ не? Мысалы айтайық, егер сіздің қолыңызда билік болса, мүмкіндік болса, осы бокс саласында, спорт саласында нені өзгертер едіңіз? Мен бұл сұрақ айтып отырмын ғой, бұл сұраққа негізі. Мысалы қиялдап көрейік. Қиялдайтын да ретім емес бұл жерде. Мен ешқандай нәрсе айта алмаймын, өйткені ол жерде отқан кісілердің мүлдем басқаша
көзқарас, ол кісілердің жүріп өткен жолдары мүлдем басқаша. Ол кісілердің жүрген жолын жүрмей жатып, мен мына жақта спортшы ретінде айтқаным бұл жерде бір әдепсіздікке жатады деп ойлаймын. Сондықтан бұл жайлы пікір айта алмаймын, айып етпеңіз. Егер басқа ел біздің атымыздан өнер көрсет деп шақырса, қандай шартпен, қандай гонорарға баруға дайынсыз? Ешқандай шарт жайлы вообще ойламаймын. Мен туған елім, басқа елдің атына шығу, білмеймін. Не только басқа ел, басқа қаланың атынан да, мысалы, болды ғой осы уақытқа дейін мен Қызылорда тумасым ғой. Өзімнің сыр елінің тарих жасаймын деп сондай бір ниетім болды. Ниетіме қарай, еңбегіме қарай Аллах тағала берді маған. Қызылорда облысында Аллаға шүкір әлем чемпионатынан тұңғыш медаль алып келген мен болдым, Аллаға шүкір. Олимпиада ойындарынан тұңғыш боксқа барып, олимпиадаға қатысып, оның үстіне орын алдым. Оған да тәуба. Тұрсынбай Құлахмет деген менің інім бар. Азия чемпионы болып тарих жасады ол. Мен бірінші рет жүлдеге, бірінші рет слайд болды. Мысалы да енді Қызылорданың тарихын жасағым келді да. Сондай Аллаға шүкір жеттім. Ал басқа елді айтпай ақ қояйын дегенім ғой енді мүлдем. Осы жауапты естігіміз келді ғой. Сіз осы медаль алғанның екінші күні бүкіл Қазақстанға танымал болып ояндыңыз. Сол кездегі алғашқы сезіміңіз қандай болды? Білмеймін, ондай бір айтарлықтай аяқ астынан танымал болып кеттім деп те айта алмаймын. Аллаға шүкір, бұған дейін де Алла дәрежемді көтеріп, мысалы, бокста жүрген біраз аудиторияға танылып жүрдім ғой, мысалы, тәуба. Олимпиада ерекше екен, атмосфера өте, жаңағы Инстаграм мен WhatsApp-ма, әсіресе Инстаграмға өте көп маған келді. Қолдаулар, енді сынап атқандар да көп қой енді, бірақ сынап атқандарға қарағанда қолдап атқандар енді 10 есе өте көп. Алғысымды айтамын, маған осы қолдау білдіріп, мойыма деп, бұған да шүкір, жеткен бар, жетпеген бар деп атқан қаншама адамдар бар. Бәріне алғыс айтамын, мен бәріне жауап беріп үлгермедім. Қола медаль жүлдегерлеріне $75,000 көлемінде мемлекет сыйақы береді. Оны қалай жұмсайсыз? Қандай да бір жоспарыңыз бар ма? Мен өзімнің ағам бар, екі ағам бар, қарындасым бар. Өзім отбасым бар ғой, енді жақындарыма әрине жұмсаймын. Бұйырса, сол кісілерді еш нәрсеге жаңағыдай қиналмай, бұйырса жүрсе деймін, шалқып. Әрине ең бірінші әке-шешеме, бала-шағама, аға-бауырларыма, сол жақындарыма жұмсаймын. Біз сізді тек шаршы алаңнан көреміз, рингтен көреміз, жекпе-жек кезінде көреміз. Ал бокстан басқа уақытыңызды қалай өткізесіз? Отбасыңыз бар ма? Жеке тұлғаңыз туралы айтып берсеңіз. Негізі футболды өте қатты жақсы көремін. Бұған дейін сұхбаттарымда бір естігендеріңіз болса, көзі ес білгелі тек футболист боламын деп ойлаған. Ағам осы боксқа беріп кетті, әскерге кетіп тұрады. Енді бірақ өкінбеймін, бірақ боксер болғаныма, Аллаға шүкір. Бос уақытымда футболмен көп ойнайтын тұғымыз футболды. Қазір мен 2017-те әлем чемпионатынан кейін жарақат алып қалдым тіземе. Содан кейін енді қазір пока үлкен спортта жүргеннен кейін пока футболды доғардым. Пока мақсатыма жетіп алмайынша енді Құдай қаласа. Бірақ бос уақытымда отбасыма көп арнаймын негізі. Отбасылысыз? Иә, отбасым. Әке-шешем, келіншегім бар, Алла берген 3 ұлым бар. Сол кісілерге көп уақыт жұмсауға тырысамын. Өйткені мен үйде болмаймын. Айлап жоқ боламын, мысалы, үйде. Бір апта ғана үйде болып үлгерем. Сол бір аптамды отбасыма арнауға тырысамын, барынша. Көп қазақстандық боксшы олимпиададан кейін әуесқой бокстан кәсіпқой боксқа кетіп қалып жатады. Ол енді түсінікті, ол жерде атақ бар, ақша бар, кәсіпқой бокс бұл бизнес. Сізде ондай жоспар жоқ па, кәсіпқой боксқа кету деген? Мен енді білесіздер, осыған дейін 3 көжек өткізіп үлгердім кәсіпқой бокста. Бір аяғым кәсіпқой бокста болды десем де қателеспеймін. Бірақ ойымның барлығы бұл кәсіпқой боксқа ауысқандағы басты мақсатым осы олимпиада ойындарына
кәсіпқой бокстан бір керегімді алсам, бұдан да мықты болып барсам деп олимпиадаға. Бір өзінің бір пайдасын тигізді. Шүкір. Енді көреміз, бұйырса біршама уақыт демалып алсақ, біздің бапкерлеріміз бар, жеке бапкерім бар, бас бапкерлеріміз бар. Қазір менеджерім бар, солармен бәрімен ақылдаса келе октябрьдің аяғында әлем чемпионаты болады. Мүмкін мақсатымда сол жерде орындайтын шығармын. Бір Алла біледі, талаптансам аса ауыр салмақта әлем немесе олимпиада чемпионы болып Қазақстан тарихын жаңарту. Соны бір көрсем ба деген бір ойым бар. Не де болса енді осы жақын арада белгілі болады барлығы. Әзірге енді оны қатты ойлап жүрген жоқпын, бір демалып алып. Енді алдағы уақытта осы мені жұдырықтасам деп жүрген қарсыластарыңыз бар ма? Ойда жүрген, осыны жеңсем, немесе осымен бір өнер көрсетсем деген секілді. Өзбек қарсыласымен 7 рет кездестім. Осы уақытқа дейін. 3 рет мен жеңдім, соңғы 4 рет ол жеңді. Содан енді бұйырса 4-те әлем чемпионатына барып, Құдай қаласа, жеңсем деген бір сондай бір нем бар ішімде. Бұл да ондай. Мына қарсыласпен кездессем, анаумен қарсылассам кездессем деген ондай ой жоқ. Ал кәсіпқой бокста? Жаңа айтқаныңыз кәсіпқой бокста? Жоқ, әуесқой бокс қой бұл өзбек. Кәсіпқой бокста мүлдем басқа қарсыластар. Ол жерде енді білесіздер 4 пояс бар. Құдай қаласа соны енді әрекет ету керек, соған соны жеңімпаз атансам ба деп, сол поястардың иегері болсам ба деген сондай бір мақсат арманым бар кәсіпқой бокста. Кәсіпқой бокс енді мүлдем басқашалау ғой, енді әуесқой боксқа қарағанда. Екеуі де оңай емес, екеуінде өзім бір қиын бір көп сұрақтар қояды маған. Қайсысы қиын деген сияқты, әуесқой ма, кәсіпқой ма? Айтамын, өзімде ешқайсысы оңай емес, екеуінде қиыншылықтар бар. Енді жаңа айтып қалдыңыз, промоутерім бар деп. Промоутермен қандай шартпен жұмыс істейсіз? Қаламақыңыз жеңген жағдайда гонорарыңыздың қанша бөлігі өзіңізге қалады, қанша бөлігін промоутерге бересіз? Менеджерский компания ғой, менеджерский промоутерский тикет болу деген. Ол жағын бізге мүлдем айта алмайды, бізде контрактіде солай көрсетілген. Сондықтан ол жайлы ешқандай мағлұмат бере алмаймын, айып етпейсіз. Бірақ көңіліңізге тола ма? Әрине, тәуба. Бастысы ғой. Хабарымыз соңына жақындап қалды. Мен сізге қысқаша сауалнама дайындаған едім. Менің сұрақтарыма дайынсыз ба? Айта беріңіз. Бокс сіз үшін өмірдің мәні ме? Иә, өмірімнің мәні. Кімге еліктейсіз? Кімге еліктейсіз? Әкеме еліктеймін. Бала кездегі арманыңыз? Бала кездегі арманым олимпиада чемпионы болу еді ғой енді. Торреспен реваншқа шыққыңыз келе ме? Әрине. Бүгінгі жауаптарыңыз шынайы болды ма? Әрине, шынайы болып барлығы. Сұхбатыңызға көп рахмет, уақыт бөліп келгеніңізге. Біздің көрермендерге, өзіңіздің жанкүйерлеріңізге арналған ыстық лебізіңіз болса, айтуға мархабат. Рахмет деймін, алғыс айтқым келеді. Осындай жеңілсе де, жеңілсе де бірге болатын жанкүйерлерге мен мың алғыс айтқым келеді. Құдай қаласа, үлкен жеңістер әлі алдыда. Біз де соған сенеміз. Болашағыңыз алда, тек алға дейміз. Рахмет. Сау болыңыздар. Құрметті көрермен, сіздер Азат алаң бағдарламасын тамашаладыңыздар. Естеріңізге салайын, бүгінгі біздің мейманымыз Токио 2020 жазғы Олимпиада ойындарының бокстан қола медаль жүлдегері Қамшыбек Қоңқабаев болатын. Келесі көріскенше сау болыңыздар.